Ертең стюардесса болам деген қыздар камераның алдына жақындап отырыңыздар, бірге үйренейік. Адамдар келе жатқанда, қош келдіңіз, біздің аэропортымызға деуіміз керек. Ол обязательно болу керек. Әрбір стюардессада болу керек. Ал бізде екінші жасы. Адамдар кіріп келе жатқанда адамдарға көмектесу. Не үшін? Өйткені бір адамдар болады, баласымен келетін ата-аналар болады. Сөйлесу ол адамға қиын болады. Еще қасында күйеу болмай қалған кездерде болады. Сол үшін чемодандарын көтеріп, сумкаларын көтеріп, балдарын новый орынға жайғасуды ұсынамын. Ал енді үшінші жасы. Самолет жүру уақытында адамдарға тұруға болмайды. Ал екіншісі, самолет жүру уақытында адамдар обязательно ремендерін тағып алу керек. Ол заңды түрде. Өйткені жол апатына түсіп қалса, самолеттер солар түсіп қалса, адамдар обязательно ременмен тұру керек. Сол үшін адамдарға сақтану керек. Ал енді төртінші жасым адамдарға жарнама айту. Ал кеттік. Аэропорт жүрейін деп жатыр. Аэропорт жүру уақытында тұрып жүруге болмайды и әрбір орынға ауыса беруге болмайды. Әсіресе балалар. Ал енді самолет жүру уақытында әлеметті обязательно тағымыз керек. Өйткені самолет жүру апатына түссе, өте өкінішті жағдайда боласыздар. Ал енді самолет жүру уақытыңызда үндемей отыруларыңыз мүмкін. Өйткені айқай-шу шығарсаңыздар, самолет қозғалып жол апатына ұсыну мүмкін деп. Немесе басқаша айтасыздар ма, білмеймін. Әйтеуір осылай адамдарға жарнамау керек. Ал енді бесінші жасы. Адамдар шығыс тамақ заказ бергенде, қолға жабысып тұратын тамақ заказ бергенде, оны стюардессалар обязательно салфетка или пакетпен беру керек. Өйткені ол заңды түрде. Заңды түрде дегенде барлық әлемде емес, ол тек қана аэропортта заңды түрде болу керек. Осы именно зат, өйткені аэропортты тазалайтындар бізде жоқ. Сол үшін мына пакеттермен и салфеткалармен береді. Тазалайтын жоқ болғандықтан біз тазалаймыз. Сонымен біздің толық сериалымыз бітті. Сау болыңыздар, аэропорт және тағы не айтайын, соны комментке жазып кетіңіздер. Пока-пока.